Сәлеметсіздер ме оқушылар? Отырамыз, жақсы. Балалар, бүгін сынып сабағымызды бастамас бұрын біз бірінші психологиялық ахуалымыз сыныпта. Мына жерде фигуралар бойынша мінез-құлықты зерттейміз сіздермен бірге. Мына жердегі фигураларға назар аударыңыздар. Осы жерден өздеріңізге жақын бір фигураларды таңдайсыздар. Жауапты көріңіздер. Бұны таңдаған оқушылар сіздер ортасын кеңейте алатын адам екенсіздер. Үш бұрышты таңдаған оқушылар басшылықты ұнататын идеяшыл адам екенсіздер. Үш бұрышты таңдаған. Төрт бұрыш нақтылықты үйренген көпшіл адамсыздар. Жан-жақты көпшіл. Келесі біздің идеясын еңбегінде көрсете алатын адам. Балалар, мына экранға назар аударыңыздаршы, қандай сурет көріп тұрсыздар? Бұл суретте нені көрсетіп тұр? Мамандықтар. Бүгінгі сынып сағатымыздың тақырыбы қалай деп ойлайсыздар? Болашақ мамандығымыз. Болашақ мамандығымыз. Жақсы. Бүгінгі сыныбымыздың тақырыбы менің болашақ мамандығым. Ал балалар, экранға назар аударамыз, мұқият қараңыздар. Әлемде 50 мыңнан астам мамандық бар. Ендеше өмірде өз жолыңды табу, тұңғиыққа сүңгіп түбінен маржан іздеумен тең болып шығады. Қалаймын, қолымнан келеді және осылай болады. Белгілі кеңестік психолог Евгений Климовтың анықтамасы бойынша мамандық таңдауды осылайша түйіндеуге болады. Қалаймын, бұл өзіңізге ұнайтын нәрсе. Қолымнан келеді. Бұл істей алатын жұмыс. Осылай болады. Бұл қоғамға қажетіз. Осы сұрақтарға жауап берсеңіз, жүрегіңіз не қалайтын білесіз. Әрине, бұл сұрақтар төңірегінде ғана шектеліп қалуға болмайды. Әрдайым жаңалыққа құштар болған жөн. Әр 10 жыл сайын кейбір мамандықтар ескіріп, орнына жаңасы келіп отырады. Түлектердің қателесетін жері мамандықтың мәніне бармай тұрып таңдауы. Өзіңізге қандай да бір мамандық қызық болып көрінсе де, ол сізге қолайлы мамандық па, жоқ па соны анықтау керек. Ол мамандық туралы мәлімет жинаңыз. Жұмыс күні қалай өтеді және қандай жағдайда жасалған, соны сарапқа салыңыз. Таңдаған мамандығыңыз бен қабілетіңізді салыстырыңыз. Болашағы қандай, меңгеріп алып кету үшін қалай машықтану қажет? Мансабыңыздың өсіп отыру мүмкіндігі қандай және еңбек нарығында ондай мамандыққа сұраныс қандай деген сұрақтардың басын ашып алыңыз. Мамандықты көп ақша табатын немесе бедел көтеретін мамандық деп таңдау дұрыс емес. Әрине, кірісте мамандыққа байланысты, бірақ та ақшаны білім туралы дипломға қарап төлемейді. Ақша жұмыстың нәтижесіне байланысты. Мамандықты мақтаныш үшін таңдауда қате. Жұрттың бәрі табысты мамандыққа оқиды, кейін жұмыс табу қиын болады. Табыс та төмендей түседі. Қарапайым ғана мысал. Бүгінде экономистер мен заңгерлерге қарағанда жоғары квалификациялы жұмысшылардың жалақысы анағұрлым көп. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мамандықты талдай және білуге үйрету, оқушының өзінің қабілетін бейімін, қызығушылығын мамандыққа сай тани білуге үйрету, оқушыларды құптап отырған мамандықтарға бағдар беру. Жалпы балалар, мамандық дегеніміз не? Қалай түсінесіздер мамандық? Жақсы? Мамандық дегеніміз жалпы біздің болашақта айналысатын іс-әрекетіміз. Мамандық ол әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Мамандық жалпы адамның қандай екенін білдіретін жалпы бағыт-бағдар құралдарын бірі деп те атауға болады. Әріптерден басталатын мамандыққа жаттығу жасайық балалар. Мына жерде көріп тұрғанда экранда әріптерді осы әріптерден қандай А әріпінен басталатын мамандықтарды білесіздер? Қазіргі кезде А әріпінен басталатын аспаз, адвокат сияқты мамандықтар жиі кездеседі. Жақсы. Д әріпінен басталатын қандай мамандықты? Дәрігер. Келесі. Ж әріпінен басталатын мамандықты? Журналист мамандығы. И әріпінен? И әріпінен инженер. Жақсы балалар. Қазір балалар сіздерге әлеуметтік желі арқылы 3 топқа бөлінесіздер қазір. Осы жақында ғана білім министрі Асхат Аймағамбетов түлектерге осы оқу және кәсіптік бағдар бойынша 3 түрлі мамандық атап өткен болатын. Қазіргі таңда әлеуметтік оның бірі жас ғалым, жас инженер, жас ұстаз. Осы мамандықтарды практика жүзінде зерттеп көрейік.
ең алдымен біз натрий хлоридін құйып аламыз қышқа, содан кейін біз фенофталинді үстіне құямыз. Сонда бұл құтыда күлгін түсті зат пайда. Жас ғалым ретінде бірінші болған су құйып отырмыз, одан кейін жай ғана май құйып отырмыз, тамаққа арналған. Одан кейін оның үстіне краситель қосып отырмыз, яғни май мен су араласпағандықтан красительді астыға қарай түсіп кетті. Енді оның үстіне аспиринді қосып көреміз. Араластырып жүрсеңіздер, қазір ручкамен араластырып жүріңіз. Не көріп отырмыз асана? Молекулалар бір-бірімен ауысып реакцияға түсіп жатыр. Жақынан көрсет аласы? Не молекулалар көрсет. Араластырып жүріңіз. Жақсы. Сонда бұдан шығатын қорытынды май мен судың ішіндегі құрамы әртүрлі болғандықтан екеуі бір-бірімен араласпайды. Біз ғалым болғандықтан органикалық өнімдерден энергия алғымыз келді. Енді оны алдағы тәжірибеде дәлелдейміз. Міне мен телефонымды қуаттай алдым. Инженер латынша инжениум өнертапқыштық дегенді білдіреді. Біз жас инженерлер болғандықтан бүгін робототехника саласынан робот жасап жатырмыз. Бұндай роботтар дәл осындай болып қолданылмаса да, әскери техникаларда осыған ұқсас қолданылады, және адам қолы жетпейтін зерттеулерде де бұндай роботтар қолданылады. Инженер мамандығының басты тапсырмасы бұл қолда бар мүмкіндіктің жаңа жеңіл әдісін ойлап табу. Мысалы, оған осында құрылыс, робототехника және тағы басқа ақпараты материалдық инженерге қатысты түрлі құрылыстарды, менеджмент және тағы басқаны айтсақ болады. Біз жұмысымызды бастамай тұрып, мен мұғалімдерге өзімнің біршама өлеңді арнап кетті. Ұстаздарым талай сынға шыдаған, білімдері бар ғаламға тараған, сүйсіндіріп тәнті қылған талайды асыл тұлға ұстаздарым болған. Біз қазір ұстаз сөзіне кластер құрап жатырмыз, яғни ұстаздың жан-жақты қасиеттерін ашқымыз келеді. Бауыржан Мамышұлы айтпақшы, ұстаз жолы есім, себебі жас инженер де, жас ғалым да, егінші де, барлығы да ұстаздың алдынан білім алған. Ал балалар, бүгінгі сабақта және сіздер топқа бөлінген бойынша инсерт әдісін пайдаланамыз. Бұл жерде сіздер инсерт әдісі бойынша бүгінгі жасаған іс тәжірибелеріңізде қандай ақпараттар бұрын біліп едіңіздер? Бүгінгі сабақта және тәжірибе жасай отырып не білдіңіздер? Болашақта не білгілеріңіз келеді? Сол туралы жазып өтсеңіздер. Инсерт әдісі бойынша. Мен білдім инженер мамандығы қандай қиын екен, себебі бұл мамандыққа кету үшін сізде кемдік және өнерлік тапқыштық деген қасиеттер болу керек. Мен білдім инженер мамандығы бойынша біз көптеген елімізге экономикалық және шаруашылық, әлеуметтік жағдайға оң әсерін септігін тигізе аламыз. Және де мысалы ауруханалардың биік көтеруіне осы инженерлердің күш салғандары оң әсерін береді. Сонымен қатар мен былай айтқым келеді. Біз жастар, болашақ жастардың қолында. Сол үшін біз инженер саласын алға қарай дамытуымыз керек. Бүгінгі күнге дейін білетінмін, ғалымдықтың ең қиын жұмыс екенін білетінмін. Ал бүгінгі сабақта білдім, жалпы бүгінгі ғалым мамандығының тек қана қиын ғана емес, өте қоғамда пайдалы және де маңызды мамандықтардың бірі екенін білдім. Ал түсінгенім, жалпы ғалымдық еңбекқорлықты ғана емес, таусылмас білімді, терең ғылымға деген құштарлықты қажет етеді екен. Ал ойымды ауыстырғанға айтатын болсам, жалпы мен осы күнге дейін журналистика бағытын таңдамақ едім. Алайда осы сабақтың арқасында мен ғылым мен білімге эксперимент жасауға бейім екенімді білдім. Жалпы ғалымдыққа өзімнің бетімді бұрмақпын осы сабақтың арқасында. Мен бүгінгі сабақта ұстаздың адам өміріндегі маңызын түсіндім. Ұстаз баланың тілі шыққаннан бастап есейгенге дейін білім дәрімен сусындатады. Барлық мамандықтар осы ұстаздан білім алып шыққан. Және ұстаздың арқасында көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Бүгінгі сабағымыз қорытындылай отырып, мамандық таңдауда өздеріңіздің күш-жігерлеріңізге сеніп, білімнің асуларын бағындырып, ізденісті қалмай, уақыттарыңызды босқа өткізбей,
жаңа білімді, дағдыларды үйренуге уақыттарыңызды жұмсаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.